қумашы ерасыл дейді. Сөйлеспейді аналар кәдімгі. Асан Мәжитпен жүгіріп келіп тебетін жерім бар. 4 күнге 5 мың теңге алып қайттым. Рахмет. 50 миллион қарызға кірдім деген. Неге қалауымға бардың? Сөйтіп Мариямен жүріп жүремін де Марикоға ауысып кетемін. Қазір білесіздер рух файтинг деген бар бізде реалити медиа. Әкеш пышақты дедім. Бұзып тастадыңыз шафқалға. Шаф жастар менен үлгі алмандар. 1 секунд қалған кезде удар тиеді. Неге тептің? Ойында татуировка ма, сол не үшін? Жау шапса, қайсы менде брат 8 отношения болды. Көктемде Forbes обложкасына шығам. Мен неге рэкетир 3-ке түсім керек болған. Сынау жазылып отыр бәрі. Давайте енді қазір барынша сұрақтар қоюға тырысам, Ерасыл давай. Жесткий сұрақтар сияқты ғанда. Жесткий болады, енді ренжімейсің, бәрін ашып айта береміз ғой. Кстати, мен осыған дейін жалпы бір интервьюға шақырған, бір подкастқа шақырған, осы реалитиден кейінше отказ берген бәріне. Қачан бірінші подкаст не бердің? Бірінші подкаст. Енді максимально давай ашып көрейік. Шын айтасың ғой? Без проблем, мен всегда шынай сөйлеймін өзің білесің. Все, микрофондар жазылып жатыр ғой? Үстел бермейміз айтпақшы. Төңкеруге болмайды, десе. Все. Ендеше онда бастайық. Неждануть ету жоқ, Жоқ, рух емес бұл, десе. Шатасып отырмын анда, десе. Баста берейік па? Режиссер кім болады? Бір кісіні таңдап отырсам. Нұржан, давай. Армысыздар, құрметті көрермендер, біздің YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде студияда қонақта белгілі медиа блогер, қазір білесіздер, рух файтинг деген реалити шоу бар, соның 2 сезон қатысушысы, сондай қосылайық бет, қалың ба, қосылайық ба? Сол жақтың қатысушы, бұрын актер болған, талай кадрлардан көргенбіз, Ерасыл Жакенов келіп отыр. Жалпы Forbes тізіміне үміткер десек болады, Ерасыл, қош келдің бүгінгі студияға. Енді Ерасыл, давайте былай бастайық. Ең алдымен қош көрдік деп артынан айтсаң. Өзіңіз туралы қысқаша айта кетсеңіз, қай жақтың тумасысыз, жасыңыз нешеде, қазір данный момент немен айналысасыз деген сияқты. Енді көбісі біледі, Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы, Тарбағатайскім ғой. Ақжар деген ауылда туғам. Одан Алматыға көштім, қазір енді Астанада, осында тұрам. Немен айналысасың? Жеке кәсіпкер. Жасыңызды айтыңыз. Бизнес-блогер. Жасым 28-ге толдым осы. Шалымыз уже, все. Жақсы, енді бүгінгі сұрақтар кішкене қиындау болуы мүмкін, Ерасыл. Дайынсың ғой бүгін сұрақтарға? Қиындау ол, қандай Ойшы, кәдімгідей шындықты айтсам болды. Любой сұрақты қоя берсем болады ғой. Шыншылмын. Разница жоқ. Енді өтірік айтатын адам ғой, қорқақ адам ғой. Так что без проблем. Жақсы, кеттік ондай. Өзің талай проекттерге қатыстың. Ең бастысы осы Forbes деп бастадың. Жалпы блог жүргізуді. Осы туралы бір айта кетсек, қалай ол, не үшін келді, бүгін нешінші күн болып жатыр? Мен, тиктокты бастадым ғой. Сол кезде мен юмормен бастағам. Біздің өскеменский юмор в основном сол шықса тарады. Селдеткен сезімімді қорғылмашы. Сағыныш ғой махаббаттың формуласы. Өскеменский диалект сондайлармен бастадым да. И, подписчик келіп жатты бірақ. Алматыда мына кезде отырмын. Но хочу сделать что-то такое большое. Сондай ой келіп тұр. И ол кезде Днода жүрген, бүгін как раз 478 күн, кстати. 1,5 жылдай оқыпты уже? 1,5 жыл болды. Отырмын, қалтамда соңғы 5 мың теңге. Старбакста отырмыз, Әділет деген бауырым бар, 2000 жылға. Баяз ба? Баяз ба? Танисың ғой, оператор. Соны отырмын, Каспин бәрі черныйда уже, дно ғана жерде. Мен боқтай берем, кстати. Болып отырмын енді, Все, отырмын, айтам ғой Әділетке. Әділет, мен, Форбсқа кірем. Мен қазір 27-темін, 3 жылда, как раз 30-да. Еще оның несі бар? До 30 деген версиясы бар. Соған кірем. Қумашы Ерасыл дейді. Қумашы дейді, сен өзің әрең жүрген адамсың, анау, И айтам, қазір мен осы тұрған жерде видео жазам. И сол, кім мен блогымды қарап жүр, сол бірінші видео сол Starbucks'та жазылған. Forbes'қа 1095 күнде кірем деп декларация кеше қабылдадым. 3 жылда Forbes'қа кірем деп. Просто бұл аяқ астынан сонда туындаған идея ма қалай? Мен өзім ойланып жүргем оны. И сол жерде жазам. Сол моментте салам еще, сол моментте монтировать етіп. И еще 2200 теңгеге американ сүтпен алып ішіп жатқам. Соны салам, и сол моментте, кстати, бір 20 минуттан подписчиктер келе бастайды маған.
Форбеске кірем дегеннен Иә, TikTokқа инстаграмға сал- келе, иә, тиктокқа салам и сол жерде сілтеме берем. Мен инстаграм осылай қарап жүріңдер, история салам деп. Уже подписчик келіп отыр. Ма уже сол күннен бастап өзгерді ғой, короче. бірақ оған дейін сен уже жаңағы өскемен деп жаңағы диалектпен алып келіп Иә, охват только қылдырып аласың. юмор ғой. Иә. Только юмормен жүрдім. Киноның отрывоктарын салып қоямын. Ол қызықсыз, короче. Мысалы ол TikTok қалай өтіп кетті аяғысынан? Короче, мен біріншісі, наверное, жүрекпен айтқан шығармын. Уже андай кетті, короче. Былайша айтқанда ше, сөйтіп салған нәрсе ғой. Вот и екінші күн, үшінші күн, төртінші күн бүгін міне киноға бардым, массовкада 5000 теңге таптым деп. Уже адамдар поддержка бере бастады. Неше түрлі бизнесмендер шыға бастады. Давай бірге жұмыс істейік деген сияқты. В общем, бір 3-4 күнде өмірім өзгере бастады десем де болады, короче. Талай өз киноларда да мен көрдім жалпы массовка. Сәкеде охранник болып тұрған кезде. Я районный аким, ты что, угораешь, что ли? Знаете, мне тоже Мне сказали по спискам. Пожалуйста. Я вас не запущу. Кто так со мной разговаривает? Охранник. Разберемся, решим. Сосын тағы жаңағы жол деген фильмге, кстати, бір блогында салдың ғой. Негізі басты рөлді алуым керек деп кішкене ренжішімді білдіріп жатыр ғой. Сол туралы бір айта кетсең қалай ол? Ол жерде батыстың жігіттері ойнады. Жахан өзі түсірді ғой. Сол кезде ана жерде қызмет етіп жүрген бәрі Жахан достары. Жалғыз өскеменскиймін, короче. А ол кісілер? Ол кісілер бәрі сол съемалары, таныстары, достары ғой ойнап жүрген. Мені ең басында шақырған кезде рөлге деді. Бір бандюган, соны басқарып жүресің, короче. Еще сенің андай күшті төбелестерің бар деді. Одан келдім, сөйлеспейді аналар кәдімгідей. Кастинг директор бар ғой. Келген кезде ол актерді күтіп алу керек, чайын беру керек, киіндіру керек. Сөйлеспейді. Сонымен жүрдім, мен просто фургонда отырым, короче, мен кіммін, вообще не істеп жүрмін деген сияқты нелер кетті. Сосын бір уақытта вообще сен, короче, осы 4 бандит бар, соның біреуісің, короче, деді. Просто массовка. Просто массовка болып қалдым. Сосын бір күн түстім, просто машинадан шықтық, бір-екі жер бит қарайтын жері бар. Сосын сөйттік. Екінші күн мен вообще бармай қойдым съемкаға. Байқамады. Жоқ екенде білмеймін. Іздегенде жоқ. Сосын финальный күн анау Асан Мәжитпен жүгіріп келіп тебетін жерім бар. Сол ғана ол мен еще фургон құрып талдырып тастайды, короче. Сол 4 күнге 5000 теңге алып қайттым. Рахмет. 4 күнге 5000? Иә. Гонорар сондай ма? 5000 теңге берді. Негізі жоқ, актерлардың ролі как минимум 100-ден жоғары ғой, 100 000 теңгеден жоғары. Біз массовка қалдық қой. Сосын вообще қазір актерство көп не жоқ ол жақта. Мен, короче, 2014-те мектеп бітірген кезде грузчик болдым ғой базарда. Вот сол қосымша табыс болсын деп мен группаға жазылып алғам. Ол кезде ВК-да болған актеры кастинги деген. Андай передачаларға көрермен болып барасың, ана КТК-да болады ғой, андай скандальный шоулар. Сол көрермендер отырады, бәрі соның не ғой? Постанова болмаса? 3000 теңге, 1000 теңге. Көрермен болады. Көрермен болады. Біреу соны постоянно жұмыс қылып алған. Мен, короче, сөйтіп 10 жыл жүрдім ғой. 3000 теңге, 5000 теңге ақшамды копить ететін. И цель болатын, короче, мен бір күн роль ойнаймын по-любому. Деп, в общем, солай басталды. Содан кейін просто выгорание болған шығар, массовкада жүріп тастағам ғой. Сосын бір ғой айтпақшысын блогыңызды көріп бастаған кезде, мысалы, сен деп айта берші енді өзіміз ғой. 50 миллион қарызға кірдім деген. Негізі сол нәрседен бастап көп адамдар қызыққан сияқты. Өйткені қазір көп адамда кредит білесіз деген сияқты. 52 миллион. Қалай болды ол? Қалай кіріп кетті? 52 миллионға неме қалды? 100 қаншамын өзі? $50 доллар ғой енді. Короче, ол былай болды. 2020-да мен байып кеттім, короче. Карантин кезі. Карантин кезі 17 март қала жабылады. Бүкіл Қазақстан паника. Мен ол кезде онлайн өтіп алғам. Бізде ағамда андай не бар, аппараттар бар. Алмағаш дәрілейтін ше? Яғни дезинфекция. Дезинфекция. Вот сол, короче, спросқа келеді ғой. И ойла, онлайнға ешкім шыққан жоқ, қала паника, қаладан бәрі шығып кеткен, конкурент жоқ. Мен OLX-ке салып қойғым керек. Рынок пустой. Рынок вообще пустой. Ойлашы, секундына 20 звонок келеді. Брат, ана 10 керек еді, 20 керек еді, короче. И бір звонок келеді кешкісін. Сколько у тебя есть дейді. Звондайды, короче. Заряженный ана дауыс. Сколько у тебя есть? Бізде үйде 40 тонник, ағам үй складка, 40 тонник екеу бар. Сосын айтам, да, достаточно есть. Я, короче, с BI группа звоню тебе, я директор. Сейчас подъеду дейді, келеді, Камаромен келеді, шығады, андай бір бой ұзын, корейский жігіт, короче. Александр. Сол, пару штук покажи дейді, да, как работает, покажи дейді.
былай кәдімгідей все жүгіріп кеткенсің ғой. Соны суын құйып тексеріп, все, сколько есть, давай посчитаем, все заберу дейді, короче. Базар жоқ. Крупный заказ келді. Иә, келеді, газельмен тиеп алып кетеді, короче. Наличка береді ғой, посчитай. Сөйтсем? Дірілдеп, санай алмай тұрмын. Ағам шақырып, Үлкен сұма. ағама санатамын, иә. Иә. Нормально дейді, қаншаға сатқасын дейді. 3-4 оценкамен ұрып жібергенсің ғой. Үш есе көп қымбатқа ба? Иә, бірге 3 па, 4 па, сондай, в общем. Ағамның товардың ақшасы мынандай болса, менікі мынандай пачкалар ғой, короче. Иә. Сонымен, короче, үйімді аламын, машинамды аламын, и отырмын. И депрессия от того, что денег много, ақша көп. Отырмын, қала пустой. Қайда барасың? Жұмыс жоқ уже. Солай басталды. Солай басталды, потом кәсібімді ашып алдым, склад, магазин, уже базарда кешеген грузчик болып жүрген адам уже поставщиктеріне конкурент болдым, короче. Жақсы, осы туралы бір сұрақ қоя кетсең енді. Жалпы базар неше точкаларың бар? Неге мысалы оқу оқығансың ба негізі? Жоқ, оқыған. Бірақ базарда грузчик болып бастадың. Неге Келесі оқудың орнына неге сразу базарға кіріп кеттің, жұмыс жасадың деген сияқты сұрақ. Мен, короче, актерскийге түскім келді. Түстім ол жаққа. Түскеннен кейін жұмыс істеу керек болды. Мен жалғыз мамам бар өзі. И ертең ана жерде жүріп тұратының бар, тамақ алуым керек оған. Ешкім бермейді ғой маған. Иә. Сонымен оқуды тастау керек болды, короче. Сосын мен айттым, лучше грузчик болып жүріп, оқып аламын дедім, заочно болсын и так далее. Сосын 100 000 теңге жинап, мен актерский оқып алғанмын негізі. Ең алғашқы курстар жоқ ол кезде. 2015-те сол актерский курс ең ашылып жатқан бірінші болып жазылғам сол курсқа. Сол кезде ағам айтқан, мыналар мошенниктер шығар, офисін қарашы и так далее. Сеніп не істедім. Сөйтіп, в общем, оқып алдым, курсты оқып алдым. Сөйтіп, короче, массовкалерде жүрдім. Сөйтіп басталды дейсің ғой. Басталды сөйтіп. Ал 5 жыл грузчик болдым. 5 жыл ақшамды жинап, потом в общем, жаңағы темалар ғой. Енді түсінікті, жалпы екеуміз білесің, жерлеспіз. Бір жерденбіз. Енді біз жақта комплекс деген нәрсе бар ғой. Жаңағы камераға сөйлеу, блог бастау қатты бір ұялуымыз мүмкін да сол нәрсе. Сол нәрсеге қалай келдің жалпы? Өзіңді қалай сындыра алдың деген сияқты. Мен бетсізбін. Короче, мынандай нәрсе. Бізде менталитет, адамдар, мен былай айтайыншы, қазақ ұлты жалпы ең мықты ұлт. Біз мен шетелге шыққан кезде айтты, маған қарап отырады сөйлегеніме ше. Сосын айтам, не болды десем, вы такой харизматичный, что-то у вас в нем есть деп ше андай. Сол кезде мен біздің өзі сөйлеген диалекттер, бізде өзі любой ағаңа әңгіме айтсаң, концерт қой анау кәдімгідей. Біз әңгіме айтқан неше түрлі харизма, юмор жатыр да. Ал бізге ол сезілмейді. И сол кезде маған ана сөз келеді ғой, қазақтар өзінің кім екенін білсе, бүкіл әлем жаулайды. Не үшін біздікілер жаңағы скриптонит болсын, ИК болсын, бәрі шетелде жарады, Димашын болсын, бәрі шетелде признавать етеді. Потому что бізде ол обычный нәрсе да. Байқамаймыз. Екеуміз қазір былай сөйлесіп отыруымыз мүмкін. И маған сен харизма, юморың өтуі мүмкін да, бірақ сен камераға келген кезде қысылып қаласың. Көрсете алмай қаласың да. И бізде бұл менталитет. Ей, скромно жүре берейік. Жұрт не дейді деген сөзді. Ұят болады. На самом деле сен ұялсаң, сен ештеңеге жетпейсің. Сен қасқыр болуың керексің ғой. Как есть өзіңдікін ала білуің керексің. Мен де зажатый болғам, мен негізі адаммен особо сөйлеспеймін. Камераға тұйық болып, андай күшті бір пост сақ қоясың, болды да. Это обычно. Ал за рамки шығу керек екен, оказывается. Жақсы еді. Бір келесі сұрақ, ауырлау сұрақ болады енді. Неге қалаулымға бардың? Артық кетпедім. Артық кетпедім. Болды. Жалпы или бұл жерде бір танымалдылық керек болды ма? Қалай, не үшін, мысалы, көп адам қалаулым деген кезде, особенно жігіттер тарапынан бір жақсы пікір қалмайды негізі. Көбінесе айтады, қалаулымға барған анауына деген сияқты. Сол нәрсеге қалай бардың, шешім қалай келдің, не себепті бардың деген сияқты. Деп қоймаса. Келесі сұрақта мен қайттым. Бұл сұраққа жауап жоқ десең. Қалаулымға барған көрермендер өздері саралап алады, қате ма, қате емес па. Бірақ қалаулымға барған кезде ешкім сөйлеспей қалды мен. Туысқандарым бәрі отвернулись, короче. Мен негізі андай не болып отқан 2021-де ма қалаулым жабылсын деген үлкен протест болып отқан кезде мен сол протесттің бір қатысушы болғам, қалаулым жабылсын деген. Через год мен қалаулымға бардым ғой. Неге не мақсат болды? Расында қыз іздеп бардың ба или танымалдық үшін бе? Короче, жатырмын. Жаңағы уже жағдайым бар кез.
сосын жатырмын Радмила деген, ол жердегі Радмила, если видишь, привет, сол жердегі администратор қыз жазады, приглашаем вас стать участником бір болайық дейді. А бір болайық деген мен естімегем, қалаулым дегенді кезінде естігем, потом бір болайық дейді. Ол кезде сен уже тикток жүргізіп жүрген кезің ба? Жоқ, тиктокта жоқ, Ешкім танымайды пока что. бірақ инстаграм интересный болған. Сосын короче барам, бір болайық деген не болды десем, сосын шах отыр, шахта деймін ғой, қалаулым ох деймін ғой, короче. Сосын келеді, Ерасыл, салам, сені көргенбіз, вот участник бол, сен кішкене образ шығаруға болады, и вообще сен үйленуге дайынсың ба дейді. Бля, дайынмын деймін, короче. Сосын айтам, мамаңмен сөйлес, батасын ал, давай, бір күні бастаймыз. Хорошо деймін, мамама звондаймын. Мам, короче, халалымға барайын деп отырмын. Жындысың ба сен? Қарсы болды ма сразу? Сразу қарсы болды. Сосын біраздан кейін звондайды. Көр енді өзің дейді. Сен көліне қарап тұр ғой, көр енді өзің дейді. Сосын, короче, андай болды. Мынау маған бір хайп беретін шығар, не беретін шығар. Я понимал, что бүкіл адам сөйлеспей қалады менімен. Но маған интересно болып тұр. Былайша айтқанда черный хайп болайын деп тұр. Черный хайп болайын деп тұр. И барам, короче. Давай деп халалымға барам, короче. Сөйтіп бір апта отырып 5-ші сезонда шығып кетем. Болды. Бір апта ғана Бір апта ғана қатыстым. Одан 6-ші сезонға келдім мен. Жалпы ана қалаулымда үлкен көрсе, ауылдағы апалар, бәрі телевизорда қалдырмай көрді. Бүкіл Қазақстанның апалары, сәлем. Бәрі жақсы көреді мен, негізі. Жоқ, ол жақта қалай болды негізі? Сценарий ма или реально болатын нәрсе ме, сол туралы бір шындықты айтуға бола ма негізі? Шындықты айта берейін. Мен айтпаймын полный сценарий деп, но сценарий нәрселер бар. Ол адаммен келісу байланысты. Шоу, бұл. Мысалы, мен бүйтіп келсем, я хочу хайповать десем, олар соған көмектеседі сен сценарийіңе. Ал енді ол жерде үйленіп жатыр ғой, енді бір-біріне үйленіп жатыр. Ол реальный ма? Ол реальный, иә. Ол енді бір-бірімен қинап үйлендірмейді ғой. Но сценарий бар. Негізі бар. Элементтер қосып жарайды дейсіз ғой. Элементтер қосылады, нормальный қосылады негізі. Вот. Сондықтан я скажу, что мен честный адаммын. Сценарий бар. Бір апта, мысалы, бір апта ғана қатысыңыз, бір аптада қалай жалпы танымалдылыққа, подписчиктер келді ма, қалаған нәрсе болды ма деген. Подписчик келді, потому что мен ол кезде дұрыс кетпедім. Мені қуып жіберді, потому что мен қыздармен ұсталып қалдым. Қыздармен ұсталып қалдың қалай ол? Короче, бүйтем ғой, сол жерде бір үміткер келеді, үміткерді қайтарып жіберемін. Сол іштегі қыздар ғой, Марико бар, Мариам бар, екеуіне бірдей подкаст жасап жүремін, короче. Сөйтіп бір передачада, ол әлі бар шығар, ол передача Ерасыл кеткен. Мен Мариамға үміткер болып келем. Сөйтіп Мариаммен жүріп жүремін де, Марикоға ауысып кетем, екеуміз клубқа барамыз. Сөйтіп жүрген кезде тағы бір қыздар бар, переписка ашылады, в общем, пипец болып кетті. Ана жерде кәдімгі раскрывать етіп бәрін көрсетіп тұр ма сонда? Раскрывать етті, знаешь почему? Потому что мен передачаға қарсы шықтым. Қарсы? Қарсы. То есть ол жерде егер сен по сценарию жүрсең, бізде сол жерде сценарий болды. Мен Мариамнан кеткелі жүргем, оны білді. Марикомен кездесуім керек болды. Мариам, Марико екеуі екі адам ба? Екі адам. Критикасында отыр ғой. Сонымен, короче, Марикоға мен айтам, екеуміз жүреміз деймін де, бірақ эфирде вообще шаям ғой. Жоқ, екеуі де ұнамайды, короче, деп шаям ғой. Сосын ар жақтағы редакторлар отырады. Все, давай, гасить етейік дейді. Полный мен жазған перепискілерім, полный шығарады, басқа қыздарға жазған. В общем, мені опозорить еткісі келеді. Ну, мен с поднятой головой спокойно кетіп қалдым, короче. Ол жерде бір төбелес сияқты болды ма, бір нәрсе? Ол уже 6-шы сезонда. Ол келесі сезон? Келесі сезонда, иә. Мен бір-ақ сезон қатыстым ба деп отырмын. Сосын маған мынандай бір біздің редакторлар мынандай сұрақ дайындап қойыпты. Ақерке дейді. Сонымен отношения болды ма, қалай, или бұл да сценарий нәрсе ма? Көп сұрайды негізі. Сценарий деп негізі біздің басталған отношениямыз басталған вообще қызық. Негізі сценарий болып басталған. Ақерке деген, е? Сценарий болып басталған. Қай жаста? Менен 98 ғой деймін ол. Сен кішкентай, иә? Сен 96. Мен 96-мын. Сценарий болып басталды. Но завертелось, короче, махаббат болып кеттік. Шынайы болып кетті. Шынайы болып кетті сосын. Без сценарий. Без сценарий болып кетті сосын. Жалпы сценарийлар туралы айтшы, жалпы қалай болды негізі? Ең басында Ақерке Даниярмен кездесіп жүрді ғой. Сол Данияр деген жігіт болды. Сен білмейсің ғой. Данияр деген жігіт болды. Дарабоз емес. Десек. Данияр деген жігіт біздің өскеменский жігіт. Сол Ақеркені жақсы көреді. Ол менің досым. Реально жақсы көреді. Иә. Бірақ Ақерке, оказывается, оны жақсы көрмейді. И бізде передачада бағдарлама болып жүрген кезде Ақерке маған жазады. Ақерке сен жақсы көріп болды. Мен жақсы көріп қалады. Индийский кино уже жақта. Мен Даниярға сразу жігітше айтамын, міне қызың жазып отыр.
Ақерке маған вообще ұнамайтын ол кезде. Вообще ұнамайтын. Сонымен, короче, сөйтеміз де редакция айтады. Қазір Ақерке Даниярға жоқ дейді. Сосын екеуі шығару керек болады, а біз қатысушылар қайдан табамыз? Сен, короче, пост сценарий айтасың. Мен Ақеркемен жүрем, танысып көрем. Ну, потом 2 аптадан кейін бір как-то ажырастырып жүреміз. Саған деген бір көңілім бар сияқты деген сөзді Ақеркеден естісең, қазір не деп жауап береді? Мен дәл қазір танысушым Ақеркемен. Дәл қазір Осы танысушы. секундта танысушым. Осы жерде. Осы жерде, осы секундта. Сөйтіп басталған. Сценарий солай басталған болған. Сосын арты, ойынның арты. Одан кейін шын болып кетті. Ақерке, просто Ақеркенің оказывается жігіті бар екен сыртта. Онымен біраз разборка болды. Сондай темалар болды. Мен Ақерке үшін төбелескен кездерім болды. Сол нәрселер мені жақындатып жүрді да. Сөйтіп чувством ашылып кетті. Сосын давай попробуем деп екеуміз 4 ай жүріп таппыз ғой бағдарламада. Солай болып басталған негізі. Оған редакторлар кінәлі емес, я сам подписался ол сценарийге. Ну, зато өздеріңіз білесіздер. Жағдай болды дейсіз. Болды. Жалпы негізі қауымға бір еститін едім, отырған адамдарға 100 000 теңге береді деді ма, ай сайын зарплата деп, ол сол үшін ба? Күні енді қатысушылар тамақ ішу керек, жолдар бар, ол кәдімгі жұмыс ретінде ғой. Киімдерін бәрі өздері таңдап бере ме? Киімдер, де-факто нелер бәрі бесплатно күнде жіберіп отырады. Сен соны киесің, кешкісін Инстаграмға саласың. Рахмет, де-факто, Вайкики деген сияқты. Сосын күнделікті зарплата, бартыр ғой. Зарплатаңды айдың соңында алып отырасың. Қанша? Если не секрет. 150 000 теңге шығады, ары кетсе. 150 000 теңге. Ол еще қысқартылады, сен эфирге кешігіп келсең, 3 000 теңгеден қысқартылып отырады. Бұл жерде бастысы зарплата емес, жаңағы адамдар. Просто келген адамдар по-любому блогер болады ғой. Сол по-любому рекламамен сөйтіп ақша табады. Жақсы. Ол 5 сезон болды. 6 сезонда қанша қатыстың сонда? 6 сезон сол 4 Ақеркемен ажырасқанша отырдым ғой. Жүр, сөйлесейікші. Жүр. Бармаймын. Сөйлесейікші. Бармаймын. Сырласыңшы. Бармаймын. Жүр. Ол қанша уақыт болды? 3 ай? 4 ай? 4 ай Ақеркемен басталатын. 5 ай ғой. Нормально отырып таппын ғой. Вообще түсінікті болды, Негізі қарап тұрсаң, өзім біраз нәрсе қатысың. Қалауым да қатысың. Енді басты сұрақ. Қазір сені жігіттер көп таниды. Өзімде көрдім, мысалы көшеде кетіп бара жатсам, біраз адам фотоға түсейікші деп сұрап жатады. Ол басты себеп. Қазір білесіздер, рух файтинг деген бар, бізде реалити медиа блогерлердің арасындағы қалай айтсамыз, бой дейміз ғой, былайша айтқанда. Что там? Мен саған екен да бұл. Олаған қалай келдің, кім шақырдық, неден басталды осы? RFC дейміз ғой? RFC. Ең бастысы ол мен еңбегім шығар. Блог жүргізе бастадым ғой, бизнес-блог. Вот, и медиа лигада бүкіл психотиптерді шақырды ғой. Бөжайың бар, дарабозың бар, екеуі екі түрлі ғой мысалы. Мен бар, мына жақта бизнес-блогер. То есть медиа лиганың басты несі каждый саладағы блогерлар жинау шығар деп өзім ойладым. Потому что менің тарапымнан адекватный адамдар, бизнесмендер тоже қарайды. Я мынау төбелесіп жүр екен ғой деп. Еркебұлан он сам актер. Мен сопернигім. Ол кәдімгідей актер театра и кино кәдімгідей. Оның бүкіл актерлармен таниды ол. Соны шақырды, жаңағы кім бар, Сани бар, оның өз аудиториясы бар. То есть көрдің ба? Қандай немене? Контент бүкіл нені жинады ғой, короче, ана жерге. И сөйтіп басталған нәрсе сол блогымның арқасы деп ойлаймын. Потому что ол жерге түсе алмай жүрген адамдар көп қой. Қызықсыз болсаң шақырмайды. Қызықсыз болсаң шақырмайды ол жерге. Рамазан, Рамазан өзі шақырды. Рамазан өзі башковитый жігіт қой. Өзім қатты уважаю Рамазанды негізі. Негізі өте қызық болды. Енді бірінші сезонды көріп бастадық. Саған балет етіп, сол үшін RFC-ді қарап бастадық қой негізі. Бірінші сезонда өзің күшті жүрдің. Бірінші сезонда мен андай болып қалдым ғой. Нағыз тарбағатайский сөйлейді. Бірдеңке болады, жаңағы ответкісін беріп жүреді. Анжай, помнишь, Еркебұлан екеуміз конфликт болғанбыз ғой. Әкеш пышақты дедім ғой. Даже ұста қалды ғой, кухняға жүгірген кезде. Вот сондай, көп сөйлемейтін, сондай образды ұстаным. Честно айтайын, образ болды. Бірінші сезонда кім болды сопернигің? Мен негізі Еркебұлан деп келдім, Еркебұлан ауырып қалады. Потом Абзал деген жігітті қояды. Ол қос лайктағы жігіт.
қосылайық ол тоже. қосылайық да біраз чулатқан жігіт екен кәдімгі нормально жүретін жігіт екен негізі. Қазір негізі араласамыз, жақсы жігіт Абзал. Қол бойға шықтан оттан иә? Оттым иә. Ол Абзалдың қолы сынды ма, не болды? Қол сынған жоқ. Енді травма қалды ма, сондай бірнәрсе болды? Жоқ, ондай болған жоқ. Иә. Аяғы мен тебем деп аяғын сындырған ғой. Есімде жүріп жатыр екен, Бәсе сондай бірнәрсе Иә, болған, иә. екеуін. Енді бүкіл жерде шоуларда сценарий деп жатсың, ал UFC-де ше? UFC-де сценарий емес. Жоқ, бүйтеді. Реалитиге келесің ғой. Екеуің сен примерно білесің кім соперник. Мен барып сани тұрмаймын ғой енді. Мен білем Еркебұланға келгенімді. Бойды қыздыру керек. Конечно, айтамын, қайда жүрсің қашып? И так далее. Еркебұлан, конечно, отпайды, өзінің ответкісін береді деген сияқты. Конфликт әдейі бастайсыңдар получается. Иә, то есть бұл жерде сен бастамасаң, сен қызықсызсың ол жерде. Сен по-любому қыздыруың керексің. Сен мен барып бұл жайға удар бермеймін ғой. Мен потому что білем Еркебұлан екенін ше. Сөйтіп өзімен өзі басталып кетеді. Ол жерде сценарий жоқ. Иә. Ал UFC-дегілермен отношенияң қалай жалпы? Ең кім жақын ішіндегі? Дастан ғой, Дастан ма? Дастан ол. Менің бір бауырым. Жоқ, бәрімен жақсы отношения менде. Бәрімен жақсы отношения. Әлі күнге дейін араласамыз. Ең өзім жақсы көретін персонажым Амиго ғой. Абиго. Батя ғой. Ол нешінші сезон? Екінші сезон басталды? Ол екінші сезонда, иә. Амиго кәдімгі 9 баланың әкесі. Кәдімгі Батя ғой, Батя деп обращаться. 9 баланың әкесі? 9 баланың әкесі. Амиго. Машалла. Голодный ғой, анау кәдімгідей айырады анау әлі де. Жақсы келді. Бірінші сезон туралы өзі не айтасың жалпы? Бірінші сезонда мен красавчик болып шықтым. Почему? Потому что образ сөйтіп қалыптастыру керек болды. Көп сөйлемейтін. Көше көргенбіз ғой енді, кішігірім. Сол нәрсені ұсталып сөйттік. Халықтың кішкене бір махаббатын алдық, бірақ қызықсыз болдым мен. Боецтарға қызықсыз болдым. Лигаға қызықсыз болдым. Потому что қазір индустрия былай жұмыс істейді. Отрицательный персонаждар қызықты болады. Почему? Мысалы, Упучук, Еркебұлан қызықты. Потому что ол хейт жинап тастаған да уже. Бізде қазір екінші сезон келді, Ақанай. Хейт жинады ғой біраз. Ол қызықты ол. Мысалы, Россияда Шовқал Шурчаев деген бар. Шулап жүреді біздің дәулетке алдында нежданчик берді мысалы ше. Сол кесе деп өзім айтқан болған ше. Айтпақшы, сол туралы айтсаңыз, бір бой ұйымдастырмақшы болмай, TikTokта жақсы қаралым жинап кетті, Шафқалды бұзып тастадыңыз, Шафқалға. Короче, дәулетпен негізі араласам өзім. Дәулет тұрған ғой. Енді сол жерде андай қылып сөйлейді да ол. Подойди, порешаем, там, пальцевать етеді да. Біздікілерді білесің ғой, ондай не істемейтін, иә. Сол кез айтын, мына Патарбағатайский көрсету керек қой мынаны деп. Бір шапалағын беріп ше. Мен айттым, ол турнирде бой ұйымдастырып береді деді. Ол беретін шығар, на самом деле. Сол келген кезде пресс-конференция сөйлеспей сразу неждануть етемін деп өзім пландап жүрмін негізі. Или с колена кірем ба, в общем, көреміз. Ол да енді мықты спортсмен, енді біраз дайындық керек болды шығар, иә? Дайындық керек, конечно. Салмақ келе ма? Дайындық керек, ребята. Мен осы туралы сұрақ қойайын деп отырмын. Мысалы, қазір спортта жүрсің, және сияқты. Біраз жастар үлгі алады ғой өзінен. Неге осындай нәрселер деген сияқты? Жастар менен үлгі алмаңдар. Менен бірақ қана үлгі алыңдар. Комплекс, ұялу дегенді алып тастап, өмірде өзіндікін ғана жасаңдар. Вот сол кезде добьетесь всего. Мен ұстаным сол қазір. Маған ештеңке волновать етпейді. Кім маған отрицательный көзқарас қарайды, мысалы, бірінші RFC-де, ой, Ярасыл красавчик, нағыз Тарбағатайский, қазір мені көп адам оны жақтыртпайды. Там уже екінші сезондан кейін Қалаулымский болып кеттім, мысалы ше. То есть адамның ойы өзгере береді. Я думаю, меня поймут, когда я уйду из жизни. Сондай ғой, өлімнен кейін бағалай бастайды да. Но мен айтайын, өзімдікін жасап жүрмін. Бизнесте болсын, медиада болсын, көмектесетін адамдарыма көмектесіп жүрмін, оны бейтіп көрсетіп жүрген жоқпын. Жақсы, Ерасыл. Енді көбісіне рух файтинг туралы қызық болады деген ойдамын. Рух файтинг туралы тағы да сұрақ. Бұл жерде 10 миллион деді ма, жаңағы призовой фондтары бар. И бұл жерге келген үшін мысалы ақша төлейді ма? Сол нәрседе қызық та мысалы. Қалай ол? Гонорар береді. Сен бойыңа ғана. Болды. Бойға ғана, иә? Бойға. Бойында гонорарың қанша болды? И мен никогда бір миллиондап алған жоқпын. 500 мың теңге. Соңғы бойымда сол бір 500 мың теңге Еркебұланмен шыққан кезде. Ол туралы қазір толығырақ, ол туралы ашып айтпай қазір келеміз. Бірінші екі сезон қорғалай. Мен никогда миллион алмағам.
Иә, гонорар средний сонда 3 бой өткіздіңіз, UFC-де. 3 бой бой. өткіздім. Бір бой, бір жеңіс, екі жеңіліс. Аха, вот, енді екінші сезонға оралайық. Екінші сезонда біз саған бәріміз болельщик болдық. Тикошты ұтады деп ойладық. Өйткені физикалық тұрғыдан енді сен бұрында спортсмен болдың, Иә. Күреске қатыстың. Мен қазір UFC-де жүр ғой, Бекзат Әлмахан. Бірге дайындалып, екеуміз сондай болғанбыз. Мен біраз турнирларды ұтып, қазір Бекзат UFC-де жүр, мен қайда жүрмін мысалы. Иә. Түсінікті, мен сендік негізі, ұтады деп ойладым өз басым. Біраз адамдар менде достарымды айттым, Ерасыл ұтады не көріңдер деген сияқты. Еще сен мен жанымда жүргенде де қандай қорытынды болатынын айтқан жоқсың. Енді саған сұрақ. Тикоштан неге қыладың? Какого десе. Соңғы секундта, еще? Соңғы секундта былай қарасам мыжып жаттым ғой. Что если партер активный, то рефери вмешиваться не будет. Берет руку на американо. Хорош. Тикош. Короче, былай ғой, брат. Мен, в общем, былай айтайын. Мен Тикошқа шыққанға дейін мен қатты сынып қалғам. Мен, короче, осы жылдың басында менде отношения басталады. Қызбен өзім жақсы көріп, сөйтіп жүрмін, отношения басталады. И, короче, бір сындыр жеретін факт болады. Жігітті ше. Мен отношенияда көп сынған адаммын. Короче, мен сындыр жеретін. А мен бойға дайынмын, в принципе, бірақ менде не жоқ. Сынып қалғаннан сен энергия жоқ, ештеңке жоқ, бір стимул жоқ ше. Мен ол бойда, мен сол күнім былай болды. Базарда жүрдім мен, хотя бойға дейін демалу керек. Жұмысымды істеп жүрмін, бойды вообще ойлап жүрген жоқпын. Шығам, төбелес салам, болды. Дедім де сол настроймен бардым. Даже Тикоштың өзі біледі, Тикошпен жақсы отношения ұстаймыз. Айттым, мен разминка жасамаймын дедім. Шығамыз, төбелесейік, болды. Көрейік дедім. Мен Тикошқа айттым, Тикош, мен сені қатты тұрмаймын, еще күресем дедім. Айтты, я, брат, деді. Потому что бізде дружеские отношения болып кетті Тикошпен ше. И мен білдім оны бұрайтыным ше. Бірақ мен Тикошқа емес, мен өзіме отылып қалдым сол кезде. Неге? Сол жаңағы нәрсе, факттер бар, отношения, сынып қалдым керек. Еще бір жағынан соперникті менсінбеу деген болады ғой, спорттағы ең басты. Менсінбедім, мен шықтым да, мен Северюга алған кезім болды. Тикошты шықтым да, бір-екі рет қолмен істедім, проход спокойно кірдім. На дистанции. Ой-ой-ой, как легко он это делает, смотри. Бұрадым, істедім уже. Екінші раундқа қалған, қазір екінші раундта арқасын алып, задушу дедім, короче. Сондай болды. И 1 секунд қалған кезде удар тиеді, тік. Бірақ өшкен жоқпын негізі. Құладым, сол кезде ана кім Дәуренбек ортада жүрген рефери нокаут деп ойлап қалды ғой, тоқтатып тастады ғой. Ну опять вот вытягивает дистанцию. Хотя спорный болды сол момент. Сол момент спорный болды. Спорный болып қалды, бірақ айттым, жарайды, Тикош өмір әлбет қалған жоқ қой. Реванш аласың ба? Реванш. Тикошқа былай айтайын, Тикош, давай устроим реванш, бірақ на руках, е? По-любому күрестеме алып қоямын. Қолмен ММА деуші ме? Жоқ, кулачка көрейік. Кулачка, Зрелищно болады, Тикош нейт диаз ғой бізде. Кровавый бой. Маған да сол кровавый бой жетіспейді де кішкене ана. Рилстарда жүретін ше. Сондай бір рилсқа бір бой керек болып жүр. Тикош, давай. Жақсы, енді екінші бой. Бірінші бойды айттық, екінші бойды Тикошпен айттық. Үшінші бой Еркебұланмен. Ұзақ күткен осы рефсиге сол үшін келдің ғой негіз. Разочарование болған бой. Неге тептің? Саған 3 рет айтты ғой, қой деп. Неге ережем бұзып? Погнали, интересно. Начал сразу же. Сен вообще рухтан кеттің бе? Шығарып тастадың ба сені? Оны пока ешкім білмейді, брат. Негізі рухтан шыққан жоқпын деп ойлаймын, потому что бізде аяқталмаған история бар Еркебұланмен. Ол айтты ғой, ММА-мен шығамын деді. Я жду. Бірақ неге тептің? Не болды? Короче, жаңағы оқиға дейікші. Менде уже Тикоштан кейін менде жаңа отношения дедім ғой. Отношения жағы, бәр жағы мен қатты бір онша емес болып кетті, шынымды айтсам. Сондай бір долгое время жиналған агрессия бар, жаңағы не бар, бәрі бір жерге жиналды, короче. Тем более Еркебұлан өзі қытықтап сөйлейтіні бар, өзің білесің ғой. И мен негізі Еркебұлан неде реалитиде без камеры төбелескенбіз, ол эфирде айтылды, негізі көрген адамдар болса. Барып бір ударым берген болатын. Ерегес болды. Иә, ерегес болды. Негізі қымыз ішіп отқанбыз просто. Содан басталды ғой. Ақандай тоқтатып алды, Ақандай біледі. Олма стекло лақтырып, в общем, нормальный жерге барып қалдық. Сосын мен айттым, хорошо, кулачка дедім. Потому что ММА ол шықпаймын деді. Сосын мен айттым, кулачка жарайды.
и мен сюрпризім дайындадым кулачка деймін де. Сен сол үшінші сезонда сюрпризін дайын деп қайта айтып жүрдің. Дастан да сұрап қоймады. Мен комнатаға барамыз ғой, қандай сюрприз жатамыз. Не істегелі жүрсің, не істегелі жүрсің? Брат, көресің ғой деп. Ешкім ештеңке айта алмады. Не істейін деп жүр мынау деп. Сосын айттым, сыртқа шығармай қойық бұл әңгімені. Клеткіде жасаймын өзімдікін. Сыртта ауыр болып кетеді уже, потому что ертең сыртта жасасаң, Еркебұланның тарапынан келетін адамдар бар, мен жақтан адамдар, ол массовый болып кетуі мүмкін. Сондықтан өзімді ұстап, клеткіге дейін шыдайыншы. Кішкене. Сюрприз сосын. Сонымен, негізі сразу бастай салысымен не істеймін дегім, сол теуіп құлатып тастайын дегім негізі. Бірақ бокстасып көрейінші дедім. Нормально, мықты жігіт екен, печеньнен 2 рет кіргіз жерді ғой. Мен қолым особо жұмыс істемейді. Аяқпен нормально жұмыс істеймін. Сол менікі күрес қой негізі. Күрестен бастадық қой кезінде. Ақжарда бізде секция сол вольная борьба и дзюдо болды ғой. Гүлнұрларға қарап өстік. Вообще солай болды дейсіз ғой. Солай болды. Бүкіл агрессиямды шығара алмадым негізі. Сол Еркебұланға шығарғым келді. Тоқтатып тастады Дәуренбек. Тағы Дәуренбек болды ол кезде. Бірақ жатқан кезде ұры болдым негізі. Жақсылап. Бірақ енді бұл үшін шығарып тастауы да мүмкін, иә? Бірақ әлі белгісіз. Жоқ, енді келесі жол енді ондай агрессия болмайды ғой, уже уммен төбелесесің, уже 2 поражение, ты что, надо қайтару керек оны. Брат, мен айтайын, Еркебұлан мен алып тастаймын. Мен просто психологический моменттер болды, өмірдегі моменттер. Жаңа қызбен отношениям болды, мамаммен отношения, туған-туысқандармен қатты бір дно болып кетті ше. Сол нәрселер психологически действует етті. Тикошқа шыққан кезде сол момент басталып жатқан менде. Еркебұланмен сол момент өрбіп жатқан кездер ғой. Маған не да руха болды ол кезде. Мен реалитиде чисто уақыт өткізіп жүрдім, короче. Это бардым дейсің ғой. Просто бірақ психологический съемкадан кейін тағы психологический жатасың, переписка, анау мына жақтан проблемаларын бәрі қысып кетті, короче. Сондай болып кетті. Ал қазір мен чистый, голодный болып шықсам, уже вообще басқаша төбелесесің ғой, былайша айтқанда. Неге именно Еркебұлан таңдадың? Мысалы, ішінде көп қой, сен салмағындағы адамдар, қателеспесем. Неге именно Еркебұлан деп қалдың деген? Мен вообще енді медиалигада қазір мықты Еркебұлан ғой, былайша айтқанда. Мен негізі план былай болған, мен күшті болып жүрген кезде 1-ші сезонда абзал ұтып алғаны, мен ол кезде дайындықсыз шықтым мен. Мен аяғым сынған, мен 2 жыл тренировка жасамадым, сон базамен ғана өттім ғой, кезінде қалқаған нәрселермен базамен өттім. И мен білетім, что медиалигада мен тез бітірем де профқа өтіп кетем деп. А профқа мен уже бекзаттармен дайындалам. Алмахан. Алмаханмен. Уже Жасик, Русик бар, егіз жігіттер қазір октагонда жеңіліс білмей жүрген жігіттерім. Оларға қосылсам, мен біраз жерге барам негізі. Сондықтан айттым, медиалигада тезірек поезд алып, ары қарай профқа өтем деп. Но получилось, так получилось. Жақсы, Ерасыл енді қазір 4-ші сезон болып жатыр, қателеспесем. 3-ші сезон. Африка. 3-ші сезон болды? Африка 3-ші сезон. 3-ші сезон болып жатыр. Оған неге бармадың? Шақырмады ма? Во-первых, шақырмады, потому что мен ойладым, Еркебұлан бар ғой жерде. Ана африканецтермен төбелеске екеуміз төбелес кететін шығар деп ойлаған шығар енді. Солай шақырмады. Деп ойладым енді өзім. Может, вообще енді қызықсыз деп айта алмаймын, потому что нормальный хайп жинады біздің бой. Просмотр жинады. Мен салған сол бойдың отрывы 10 миллионға шықты, СНГ-ге шығып кетті. Я думаю, мен қазір наоборот интересныймын оларға. Енді қазір шафқалмен шыққың келіп жүр ма? Шафқалмен шыққың келіп жүр. Ол екеміз қазір ол особо дайындалмайды қазір. Мен де дайындалмаймын. Екеміз бір-бірімізге сайымыз деп ойлаймын негізі. Бұйырса кім ұтады? Мен. Сен өктесі ғой. Ұйымдастырып кетсе, в общем, шығам дейсің ғой. Жақсы. Енді қазір бой өткізуді оңай емес. Осы туралы жалпы мамам біледі ме? Мамам білмейді. Мамам екеуміз көшеде жүрген кезде маған фотоға түсуге келеді ғой. Сол не үшін фотоға түседі дейді. Мен блогымды білмейді, ол тиктокта жүргізіп жатқан. Мен заблокировать етіп пен? Бүкіл жерде блогта. И запрет қойып тастағанмын. Ютубта мен атым термендер вообще. Қарамандар деп. Колонға барғанымды біледі. Вот сол жерден 1-2 отрывын көріп маған сөйлескісі келген кезде айтқым, вообще сөйлеспейміз ол туралы. Вообще. Туысқандарым біледі енді. Ересейді, бірақ оларға айтқым, мамаға айтпаңдар. Потому что мамам айтқан, төбелеспей ақ қойшы. Пожалуйста, мен 2014-те ең алғашқы төбелесімді өткізген кезде мен мұрным сынып келген. Сол кезде қатты несіп, сол кезде обещание бергем. Бірақ енді төбелесу керек болып тұр. К сожалению. Жағдай сондай болып тұр ма? Сондай болып тұр енді. Мама білмейді пока. Маманың жанында мысалы коллегалары біреулер айтқан. Бармайсың ғой мама жаққа. Мамамды салмаймын.
мамам не істемеймін, потому что мамам өзі сэс-та жұмыс істейді, и оның қасында мен жасты қыздар, жігіттер жұмыс істейді, олар по-любому біліп қояды. И содан бармаймын мамам. Ауыр жағдай екен. Өте ауыр жағдай. Сіздікі вообще ауыр жағдай екен. Енді көріп отырмыз, мойында татуировка ма, сол не үшін? Бұл енді чисто кезінде неге келдік қой? Енді бізде тарбағатайскилар білесің, каждый жігіт болсын. Бізде жалпы тарбағатайсы не үшін атморозов дейді, содан бастайықшы. Бізде атморозовтар ғой таза. Олар, мен айтайын, бізде тарихтан қарасаң, бізде ең мықты соғыстар өткен. Кровавый битва дейді ғой. Біздікі Қабанбай атамыз бәрі агрессивный болған. Потому что сол кездің уақыттары сондай болған, агрессивный болған. Жау шапса, қайсы солай шыққан ғой енді. И ол агрессия, характер бәрі бізде қалып қалған да. Шығыстың жігіттерінде. Кезінде 90 жылдары, 2000 басында не үшін біздікілер шулатты в основном басқа жерлерді? Потому что вот осы характер да. И бізде аға болған жоқ. Оқы, бүйт, сүйт. Бізді өзің білесің. Край-крайға төбелескен кезде шығасың ба анаумен дейді. Түрт қаш дейді. Түрт қаласың. И сонымен соларға еліктетіп қой. Анау-ананы періп запты, пышақтап запты, татуировка ұрып апты. Бізге солар пример болды да. И мен Алматыға келген кезде мен көшеде жүрдім базарский жігіттермен. Қытайларды счетчикке қойып сөйтіп жүрдік. Сол кезде бір Левша деген кино шығып жатқан. Сосын айттым, татуировка ұрып ап көшеде жүрмеймін ба деп ше. Сол киноның персонажының несі ме сонда? Иә, сол сөйтіп жастықпен, қателікпен, жастықпен, көрпемен ұрылған ғой. Өшірмеймін андағы? Өшіруге барғам, мынау ісіп кетті, короче, ол күйдіреді екен. Қатты ісіп кетті, сосын лучше тұра берсін дедім. Осылай қалды. Зато жастар қазіргі артынан келе жатқан бауырларым біледі, что это нехорошо. Вот мен антипример шығармын, пример емес, антипример. То есть, как не нужно жить. Вот соның примерін көрсетем. Жақсы, енді Ерасыл блогтарынан да естіп жүрмін, былай өзінен де естідім. Именно жаңағы айтып отырсын өзінде. Сөздің басында айттың ғой. Именно отношения келгенде вообще жол болмады деп. Қанша отношения болды? Сынып қалатындай не жағдай болды? Менде, брат, 8 отношения болды. 8 отношения. Өмірде 8 серьезно үйленем деген отношения. 8 рет. Мен осыдан кейін айтайын. Осы соңғысы 3 ай бұрын екі жаққа кеттік, сол как раз жаңағы Тикошқа, Еркебұланға влиять еткен отношения. Мен білмеймін, брат, мен осыдан үйлен алам ба вообще? Менде жүрек жоқ қазір, тас болып қалған. Жүрегім сынып бітті уже. Отношения білмеймін, вообще жоқпын. То есть, как если айта берейінші? Мынандай нәрсе болды. Мысалы, маған қыздың өткені негізі маңызды емес, шынымды айтайын, жігітше айтайын. Кезінде маңызды болған шығар, что пәк қыз и так далее. Но мынандай нәрсе болды. Маған маңызды емес болды. Қызбен кездестім, қатты жақсы көріп қалдым. 2 ай жүрдік, қатты жақсы көремін, уже үйленуге дайындалып жатырмыз. Мамасымен, бәрімен жақсы отношения ұстаймыз. Осы соңғы отношения айтып отырсың ба? Жалпы. И брат, мынандай момент келеді. Мен уже медиа жинай бастағаннан кейін, подписчиктер бола бастайын, мен уже шоу-бизнестегі әншілермен араласа бастадым, бүйте бастадым. И сол кезде мынандай нәрсе келеді ғой. Помнишь, сен мына қызбен кездесіп жүрсің ғой? Сен қызың мынаумен жатқанын білесің ба дейді. Анау кәдімгідей больно ғой анау ше. Кәдімгі сынып кеттім, короче. А ол маған прошлыйын айтқан негізі. Осылай болған, осыны міне, бывшим осы. Я думаю, все хорошо. Айтты, мен қабылдадым, болды. И мына факт шығады ғой. Оны мен ешқай жерде естімегем. И, короче, как раз бір-екі аптадан кейін Тикошпен бой. Бұл нәрсе покой бермейді. Мен қалай айтам оған, қалай сұрайым. Осы нәрсе мен сындыр жерді, короче. И шығам, Тикоштан ұтылам. Маған не важно болып кетті, поражение и так далее. Сынып кеттім, короче. Сосын екінші реалитиге кірем, анау покой бермейді уже. 3-4 ай өтіп кеткен ғой дата бошы. И соны өзіне айтам, предъявлять етем. Сен осылай болыпты ғой. Жылайды, короче. Мен кеттім дедім, короче. Мен бірінші кет қалам одан. Потому что я не смогу с этим жить. Потому что оны маған 3-4 адам айтты да. Еще сол шоуда жүрген адамдар айтты. Мен қазір дата болып қазақша өлең тыңдағым келмейді ғой.
ана бәрі еске салады. Уйдите от меня деймін ғой до того қазақша өлең тыңдаймын. Мен сен қазақша өлең қосқан кезде ауыстырып жіберемін ғой, байқайсың ба? Ана Аршатты қосқан кезде, потому что Аршат бәрі бірге араласады да. Қатты бір действовать етеді. И сонымен ол шын болып шығады. Мен онымен өмір сүре алмаймын. Соңында оны ренжітіп қоямын. Қыз менен кетіп қалады. Вообще дноға кетемін ғой, потому что жақсы көріп қаламын. И бүкіл отношения, мен ойлаймын бар ғой, Ерболат, бұл нәрсе маған Құдайдың бір беріп тұрған ответкісі шығар. Сынағы деп па? Сынағы, ответкісі, потому что менде мынандай нәрсе болған. Мен бір 22 жастама бір 7 жыл жүрген бір парочка болады. Бір қыз болады. Ұнатып қаламын, короче. А оның жігіті бар, серьезный жігіт, біздің семейдің жігіті, нормально двигаться етеді. Мен ол кезде грузчиксің, андай. Ештеңке правиланы ұқпайсың. Мужская солидарность жоқ. 7 жыл жүреді. Мен сол қызды ғашық қылдырып аламын ғой. Просто келем. Екеуі 7 жыл жүріп отырып, осы жылда олар үйленеді. И появляюсь я. Қыз маған ғашық болып қалады. Турецкий сериал болды. И ол жігітті тастайды, прикинь, мен үшін. 2 айдан мен жоқ болып кетемін. Потому что қызықсыз болып қалдым. Бағындырғанша қызық болып, одан ары қарай қызықсыз болып қалды. Иә, жассың ғой. Андай далбансың ғой, былайша айтқанда. И сондай вот мен ойлаймын, сол потом ол қыз сол жігітке қайта тұрмысқа шықты. Мен қалауымға барған кезде жазып отыр ғой. Ты что, хочешь меня добить дейді да. Әлі жақсы көріп тұр ғой енді. Потому что ол енді декретте үйде отырады, қалауымға қосқан кезде мен де отырмын ғой. Енді ойлаған ғой, енді вообще мені не өлтіргің келіп жүр ма деп. Сол кезде қатты бір ауыр сообщение жазған. Міне мен балаларым, а прикинь, екеуміз осылай өмір сүрушек. Мен сені әлі жақсы көремін дейді ғой. Анау вообще удар болады. Одан кейін отношенияда чисто провал. Ақерке бар. Жаңағыдай. В общем, 8 отношения, жүрек. Бәс болғанда, былай негізі сіздің былай байқап жүрмін, өзінде неде салып айтасың ғой, Инстаграмда, посттандымда. Травма бар сияқты ма? Или детский травма, или осы отношениядан ба? Отношенияда травма бар, бірақ проработал. Жұмыс істеп тастадым, но қазір отношения қаламаймын вообще. Жоқ. Мен жасымда жігіттердің 4-5 баласы бар. Біздегі мен класстасым білесің ғой, Нұрасыл 18 жасында үйленді ме? Баласы мектеп оқиды. Мен әлі жүрмін мысалы. Ойланасың, еба, қалай болып жатыр деп. Бірақ өзім әлі отношения не хочу. Қыздармен де сөйлеспеймін осы. Өзім жүре беремін, кофемді алып. Жақсы, енді бұл отношениені кішкене тоқтатып тұрамыз. Ауырлау болып кетті ше, атмосфера өзгеріп кетті. Давайте басқа неге оралайық кішкене. Енді Forbes деп өзі бастадың ғой. Жалпы қалай болып жатыр, жалпы шығуға жағдай қалай болып жатыр? Ол жақта $1 миллион болу керек па, или қалай жасау керек? Мен, короче, цель қойдым. Мен реалитиден кейін екеуміз сөйлестік қой. Мен саған қосылғым келеді деп айтып жүрдім. Сенен оқып шықтым реалитиден кейін. Мен қазір Алла қаласа осы 25 жылдың көктемінде Forbes обложкасына шығам. 25 жылдың қай айында? Көктемде. Олар қазір осы декабрьден бастап бүкіл айлар бойы адамдар дайын екен шығаратын. Одан кейін мен соңғы мен болып тұрмын. Forbesқа шығасың? Шығам, обложкаде шығам. Ол үшін $1 миллион болу керек пе, или қалай? Мен енді 1 миллиард теңге деп отырмын. Қазір бірінші жасаймын, бірінші обложкаға шығам, одан рейтингке кіру үшін мен ақшалай көрсетем. Солай. Иә, солай. Сондықтан Forbes-темін уже, жігіттер, қыздар. Жақсы, рахмет. Енді жаңа айтып жатсың ғой, реалитимен өзіме сөзсің деп. Неге именно қазір трейдинг біліп жатсың, акциямен айналысу үшін? Неге именно трейдинг? Қалай болды ол? Потому что мен зерттедім. Бір жағынан мен сені қатты көп танимын, сенің историяңды білемін, мамам да сені қарайды, мысалы. Даже дәулеттен уже сені рекламировать етіп жатқаннан мен айттым, дәулеттен өзі мен зерттей бастағаннан сен өзің көргенсің, Америкада жүрдің, сол нәрсе кухнясын көрдің, сен уже жілігін шақ майын ішіп саған адамсың да. И қарасам, результаттары да бар да, и басқаларын қарадым, басқа трейдерларды қарадым. И мені таңғалдырған мына нәрсе, оларда компания жоқ. Просто обучение сатып жүреді. И ойлаш, ана кісі жасап жатыр ма, қадалып жатыр ма, шаруасы жоқ оның. И оған претензия көп халықтан ше. И мен қарасам, iTrade деген Қазақстандағы ең жалғыз компания да.
ол жерге спокойно оқып шықтың, студенттер келіп оқи береді. Сенен курс оқып шықты ма, кураторлар бар екен, онымен бірге алып жүріп, минус болса оны разбирать етіп, көмектесіп, мынау деген жестко ғой дедім, короче, бұндай нәрсе жоқ қой. Сондықтан мен айттым, айтретке барым керек, короче. Сөйттім деп, Алматыдағы бизнестерім делегировать етіп, бүкіл жұмыстарды, съемкаларды тастап, мен неге рэкетир 3-ке түсім керек болған. Роль беріп тұрған, мен айттым, ребята, кино керек емес маған. Маған бизнеске бару керек дедім де. Рэкетир 3-ке түсу үшін, түсуден отказ беріп, трейдинг үшін келдім. Кәдімгі роль берді маған. Мен айттым, маған қызықсыз қазір. Кинода жүрген, зачем маған? Маған лучше қазір жақсылап, жағдайым жасап, қалғандарына көмектесіп, елге хотя пайдам тисін деген үлкен миссия тұр, бірақ оның алдында қазір бірінші өзім жағдайым жасауын. Келем, возможность көрем, адамдар күнне ана Жадыра деген қыз $10,000, $2,000 көтеріп отыр. Ма дедім ғой. Көз алдында. Ал мен ол ақшаны тапсам да, мен қара жұмыс істеп жүріп табам да, нервничать етіп жүріп, төбелес жүріп табасың да. Сен өмір бойы төбелеспейсің ғой. Айттың, маған білім керек, наставник керек. Наставник енді. Сен таңдадың, почему? Потому что олимпийский чемпион болу үшін сен в одиночку бола алмайсың да. Наставник болу керек. И наставник өзі сенде багаж көп та. Соны айттым, бинго дедім. Чисто білім, наставник и действие дедім. Қазір жасап жатсың ба? Қалай болып жасап жатырмын? Небольшой плюстамын, потому что әлі чувствовать етіп, кішкене көру керек қой. Практика жасап жатсың. Бірақ психологически жақсы, Аллаға шүкір, психологически жақсы өсірді мені ше. Сондықтан көп адамдар не үшін қадалады? Психологически тармайсы деді ғой. Менде ондай жоқ та енді. Маған пока чувствовать етіп көріп, кішкене сөйту керек. Вот, қазір күшті болып жатыр негізі. Жақсы, керемет, сәттілік енді алда отыр. Неге именно трейдинг? Трейдинг мен бәріне айтамын, бүкіл қазақ үйрену керек. Знаешь почему? Потому что мен енді базарда қара жұмыс істеген адам ғой. Біраз денсаулығым сол жақта қалып қалды. Мына жерде жақсы, міне смартфон керек, интернет керек болды. Сен қай жердесің? Сен хоть Швейцарияда бол, біз жақта Ақжар жақта бол, Тұғылда жүр, балық аулап жүр, сен интернет болса болды, жасай бересің. Спокойно, любой жерде локация керек емес, график керек емес, сен спокойно жүріп жасай бересің. Маған сол ұнайды да. Мен айтқан болатын блогымда, путешествовать етіп жүріп ақша тапқым келеді. И Алла тағала соны не істеді ғой деймін, деді ғой деймін, короче. Сол возможность көрдім, короче. И айтадым, блогымда полный кухняны салам. То есть қалай торговать етіп жатырмын, не істеймін. То есть маған енді өзім тауып кете берсең эгоист боласың ғой, қалғандардың көзін ашу керек. Сондықтан я хочу хотя бы быть полезным адамдарға ше. Мен мынаумен айналыс. Зачем саған қара жұмыс істеп өмір бойы? Жақсы, рахмет. Бұл мүмкіндікті көргеннен кейін дейсің, трейдинг. Көп адам қазір сенбейді ғой просто трейдингке ше. Сенбейді, потому что анау нелер, инфо-цыгандар дейікші. Инфо-цыгандар қадырын кетіріп жатты, слив жасайды, 1000 теңгеге сатады, білімді табу неғып жүрген де. Құнсыздандырып. Мысалы, мектептегілерді инфо-цыган болсын, мектептегілер апайларымыз инфо-цыган болмады, хотя бірдей білім береді. Бұл жерде бәрі құнсыздандырып тастаған. И, конечно, сөйтіп алған адам, тегін алған адам, жілігі татмайды дейді ғой. Солай жұмыс істейді да ол. Сондықтан, и олар мына нәрсе. Адамды оқытасың ба, сенде жауапкершілік бар да. Ол қадалама, плюсқа жете ма, сен онымен бірге болуың керексің да. Олар курс сатып жүреді, болды. До свидания. Сондықтан iTrade в этом лучший. Жақсы, рахмет. Енді өзінің комбайн туралы мақтаған өзінше қызық екен. Жоқ, мен факт айтып отырмын просто. Жақсы, рахмет. Жалпы алдағы уақытта енді қандай жоспарлар бар? Біз білмейтін. Сенде реалити басталады деп жатыр. Мен сол үшін келгенмін негізі ең басында. Реалитиге келіп, өзім қатты бір трейдер болмасам да, сол трейдерлармен бір қазанда қайнап көргім келеді өзімді ше. И сосын негізі сенімен жұмыс істегім келеді. Былайша айтқанда трейд саласында. То есть жақсы бір коллаборация болады деп ойлаймын енді. Оны алда уақытта көре жатамыз. Сондықтан пока қазір планым чисто бизнес, трейдинг, саморазвитие. Жақсы, Ерасыл, рахмет. Енді бұнау өте бір жақсы подкаст болды деп ойлаймын. Бәрі шынайы болып жатыр ғой. Өте шынайы. Ашыла алдың ба? Иә, мен шынаймын. Адам любой нәрсе сұраса айта беремін ғой мен. Жақсы, қорытындылап енді қорытынды ретінде айтайық. Сонымен аяқтасақ. Қорытынды ретінде не айтасың жалпы? Айтылмай қалған нәрселер бар ма? Іште қалып қалған нәрселер? Былай айтайын. Мені көрген адамдар
мен қазір көп жерде отрицательныймын, реалитиде көрдіңіздер. Айтарым, мен адам қай уақытта өзгереді, адам дноға түседі ғой. Мен жоқшылықты көп көрген жігітпін, қатты сынған жігітпін. И содан кейін өмірдің ағымы солай өзгертті мені. Мен көзімде от болу керек, өзімдікін алуым керек, потому что мен ұялып, скромный, хороший жігіт болып жүре берсем, мен аш қалам. Мен өзімдікін алуым керек. И сондықтан өзімді барынша отрицательный көрсетсем де, ақшамды алам, үйіме апарам, мамама берем. Вот для меня победа. Вот осы үшін жүрмін. И қазір көрерменнің несін емес, сөзін емес, қалай болып көрін қалай екен деген вообще ой жоқ. Жұмыс істеу керек, развиваться надо. И осы қасиетімді ғана алса деймін, жігіттер. Ештеңеден қорықпай, ұялмай, сөйтіп жүрсе болды. Қалған жерлерін вообще алмай қойыңдар. Керек емес ол сендерге. Вот мысалы, зачем я курю? Потому что басымда ой көп. Хотя сырт көзге спортсмен ғой, неғып шегіп отыр деп айту мүмкін. Но мен мына жақта көп нәрсе да сол. Кішкене расслабиться. Жақсы. Сол жігіттер бәрімді люблю атак. Әр адам өзіне керегін алады деп ойладамыз. Сонымен рахмет, бүгін бізде қонақта болған Ерасыл Жакенов. Өте бір жақсы подкаст болды деген үміттеміз. Енді бағасын көрермендер бере кетер. Міндетті түрде каналға жазылып алыңыздар, тіркеліп алыңыздар, лайк қоюды ұмытпаймыз. Сондай комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет баршаңызға. Мына жерде андай күшті комментарий болса мен таңғаламын негізі. Көбісі хейт жазады ғой. Рахмет. Оны енді алда уақытта көреміз. Сонымен біздің бүгінгі подкаст соңына жетті. Рахмет, Ерасыл. Тәмамдалды. Тәмамдалды. Рахмет үлкен. Жақсы интервью болды деп ойлаймын.